Сәлем достар! Алматы облысының білім беру басқармасының ұйымдастыруымен облыстық табиғатты аяла форумына Алматы облысы Балқаш ауданы Қарой ауылы мектепке дейінгі шағын орталығы мен үлгілі орта мектебінің мемлекеттік коммуналдық мекемесінің Жасыл Лайф клубының экологиялық мүшесі ретінде мен сіздерге мына жобаны ұсынатын боламын. Біздің жобамыздың мақсаты мына тұрған жабайы жидектерді өсіру. Бұл арқылы біздің табиғатымыздың экологиясы жақсартылады. Біз бұны Жасыл Лайф клуб мүшелері мектеп қабырғасында сынып бөлмесінде бірге ектік. Біз Жасыл Лайф клубы мектеп қабырғасында жидек тұқымын ектік. Оған стаканды алып құм салдық және ойшық жасап жидек тұқымын егіп суын құйдық. Оны егіп болған соң жылыжайға апарып орналастырдық. Бұл біздің наурыз айында еккен көшеттеріміз, ал жоба басталғанда егілген көшеттерімізді көрсететін боламын. Кеттік. Бұл біздің жаңағы өскінімізден кейінгі нәтижеміз. Біздің жидеміз қанша биіктеген сайын табиғатымызға хош иісін беріп, экологиямызға оң әсерін тигізеді. Бізбен бірге болғандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.